бір ғана кәсіптің құлағын ұстап, бар саналы ғұмырында соның ыстық суығына көніп келе жатқан жандар арамызда тіпті көп емес. Өз өмірінің 45 жылын болат жолдың бойындағы бейнетті еңбекке арнап, бір ғана жерде табан аудармай қызмет еткен, ұзақ жылдар бойы еңбегінің жемісін көріп, ұрпаққа үлгі болып отырған азаматтардың бірі ауданымыздың құрметті ардагері Рамазан Қошқарбайұлы атамыз. Атамыз жайлы айтар болсақ, 1952 жылдың 1 маусымында дүниеге келген. Бала Рамазан анасынан 1,5 жасында ерте айырылғандықтан, бар ғұмырын еңбекке арнап, бала кезден еңбектене білді. 1970-1972 жылдары темір жол жөндеуші шағын жұмыстарына қабылданған. Міне осы сәттен жұмыстағы қадамдарының нық әрі тиянақтылығын қалт қалдырмаған басшысы еңбекқор Рамазанды оқуға жібертіп, 1972-1992 жылдарда темір жол бригадирі, 1992 жылдан бастап темір жол шебері болып абыройлы қызметке тағайындалған Рамазан атамыз бұл күнде тамырын тереңге жайған алып бәйтерек десек артық айтпаймыз. Осындай еңбектерінің арқасында Қазақстан темір жолының Қарағанды облысы және аудан әкімдерінің мақтау грамоталарымен бірнеше мәрте марапатталған. Қарағанды темір жол Қазақстан темір жолының құрмет тақтасында суреті ілінген. 2006 жылдан бері құрметті темір жолшы атағына ие болған. 2012 жылы Қазақстан темір жолшылары мұражайында есімі жазылып суреті ілінген. Осы жылы да темір жолшылар мерекесіне байланысты Астана қаласында өткен байқауға қатысып, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы атты 1 дәрежелі дипломмен марапатталған.